Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 109 сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Сабақтың мақсаты: дара және күрделі етістікті ажыратамын, мәтін мазмұнын болжаймын. 20-шы жаттығу: кестедегі сөздерді оқы. Дара етістіктер: оқыды, ұшты, жүзді, күлді, ұстады. Күрделі етістіктер: оқып отыр, ұшып бара жатыр, жүзіп жүр, күліп отыр, ұстап алды. Кестеге қарап, дара етістік пен күрделі етістіктің ерекшелігін өзің анықтап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Дара етістіктер көбіне бір ғана сөзден келеді, ал күрделі етістіктер екі сөзден, кемі екі сөзден келеді екен. Енді мына жердегі мәліметті оқиық. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшады. Күрделі етістік екі не үш сөзден тұрады. Мысалы, жазып отыр, көріп жүр, жүгіріп келе жатыр деген сияқты сөздер екен. Құрметті оқушылар, 21-ші жаттығуға назар аударып әңгімені тыңдайық. Жаралы үйрек. Әсет қармақ салып үнсіз отыр. Кенет гүрсетіп атылған мылтық дауысы оны селт еткізді. Маңайда жан жоқ еді. Сол кезде арғы беттен бір топ үйрек дүр етіп жоғары көтерілді. Әсет енді байқады. Топ үйректің біреуі ұша алмай су бетінде қалыпты. Бергі жағаға жетуі екі талай. Біраздан соң жаралы үйрек әлсірей бастады. Оны байқаған Әсет суға гүмп берді. Жүзіп барды да үйректі судан алып шықты. Жаралы үйректі үйіне әкелді, күтімге алды. Біраз күннен кейін үйректің қанаты жазылды. Ұшатын халге жетті. Әңгімеге құралған жоспарды жалғастыр. Жоспар: Әсеттің қармақ салуы. Екінші: үйректің жаралануы. Үшінші: Әсеттің үйрекке қамқорлығы деп аламыз. Әңгімедегі етістіктерді тап, олардың дара, күрделі екенін айт. Әңгімедегі етістіктер: отыр, селт еткізді, көтерілді, байқады, қалыпты, әлсірей бастады, гүмп берді, жүзіп барды, алып шықты, әкелді, алды, жазылды, жетті деген сөздер әңгімеде етістіктер болады. 22-ші жаттығуға назар аударайық, құрметті оқушылар. Өлең не туралы? Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Өзі мықты не деген? Жүгі қандай зор еді? Тіп-титімдей денемен тау көтеріп келеді. Етістікті тап, дара, күрделі екенін ажырат. Бұл жерде көтеріп келеді деген сөз етістік болып тұр. Бұл екі сөзден құралғандықтан бұл күрделі етістік болып табылады. 23-ші жаттығу: мысалды оқып әрі қарай не болғанын болжа. Құмырсқа мен шегіртке. Кішкентай құмырсқа нанның қоқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны көрген торғай құмырсқаның нанын қуыстан алып беріп көмектеседі. Мысалдағы қараймен жазылған етістіктердің дара, күрделі екенін ажырат. Түсіп кетеді күрделі зат есім, күледі дара зат есім болады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.